Жарайды, жаным, жарайды. Шоколад көп бола ма? Маған да шоколадың көбін. Маған да шоколадың көбін. Мағынасын берем саған. Сәлем достар. Бүгін сіздермен медовик жасаймыз. Ал бисмиллах деп бастайық. Алдымен бізге 2 литр сүтті 1,5 литр болғанша қайнатып алып, соның артынан міне жылытып жылы сүтке 3 қасық ұн, 1 кеседей қант үрпағын салып, жақсылап араластырасыздар. Ол крем дайын болған дегенше біз қамырын дайындап қоямыз. Қамырына 3 қасықтай, үлкен қасықта 3 қасықтай бал салып, баяу отпен 1 қасық разрыхитель қосып, қызарттырғанша қайнатамыз. Ол қайнайын деп крем дайын болам дегенше жұмыртқаларды шағып, үстіне қант үрпағын салып, жақсылап көпіртіреміз. Осылай көпіртірген соң креміміз де дайын болайын деп қалды. Міне қараңыз, балымыз да дайын болып, әдемі болып қызарып қапты. Енді үстінен маргарин қосамыз. Маргарин ерейін дегенше кремімізді тоқтатпай араластырып тұрамыз. Маған көмекші қызым көмектесіп тұрды. Сіздерді көмекші алуларыңыз қажет. Мен 1 сағаттың ішінде осы медовикті пісіріп тастадым. Креміміз дайын болды. Бұл суығанша маргарин да еріп қапты. Екеуінің араластырды, жақсылап араластырып, толықтай ерітеміз. Маргаринді ерітіп, әдемі болып тұрған қып-қызыл балымызды енді көпіріп тұрған жұмыртқамызға салып аз-аздан араластырып отырамыз. Ыстық күйінде сала бересіздер. Уайымдамаңыздар, жұмыртқаларымыз пісіп қалмайды. Тоқтатпай араластырып тұруларыңыз керек. Екеуі біркелкі болған соң ұн салатын боламыз. Енді кезек ұнға. Онда да аз-аздан салып араластырып отырамыз. Осылай қоюлықта болғанда ұн салуды тоқтатамыз. 200 градуста ысып тұрған пешімізге мен өзім үлкендеу жасадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша үлкен кісісіне қарай жасай бересіздер. Менде 3 бөлікке жетті. Міне пісіріп алып, жандарын кескендеріңізді алып қоясыздар ұрпаққа. Кремді жақсылап тойындырасыздар. Кремі осылай кішкене сұйықтау болғанда дұрыс. Сол кезде бір-біріне жақсылап сіңіп, дәмі керемет болып шығады. Осылай қалған ұрпағını миксерде майдалап, жандарына өз қалауларыңыз бойынша осылай сеуіп шықтым. Өйткені ортасына мен жазғым келіп отыр. Отау құрғанымызға 13 жыл болды. Мен осылай жазып қойдым. Ал сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Сіздерге көп рахмет. Аман есен келесі видеоларда кездесейік. Алла қаласа, бұдан да жақсы, бұдан да дәмді рецепттерім бар. Солармен бөлісетін болам. Мені жоғалтып алмау үшін комментарий жазып, подписаться болып, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Өз үлестеріңізді қоссаңыздар, мен өте қуанышты болатын едім.